Ал Павлодар облысында 57 мыңнан астам борышкер мүлік және көлік салығын төлемеген. Олардың жалпы қарызы 629 миллионнан асты. Қарызы барлар ескерту жіберілген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде берешегін өтемесе, іс жеке сот орындаушыларына жіберіледі. Одан әрі шоттарды бұғаттау, берешек соманың көбею мәселелері туындауы мүмкін. Елімізде 756 мың борышкер мүлік салығын, 160 мыңдай азамат жер салығын төлемеген. Олардың жалпы қарызы 3,2 миллиард теңгеден асты. Борышкерлердің ең көбі Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларында. 2020 жылғы 1 қазанда 20 жыл үшін жеке тұлғалардың мүлік салығын төлеу мерзімі аяқталды. Жалпы қазіргі таңда облыс бойынша бізде 57 мыңнан астам салық төлеуші қарыздар, яғни берешегі бар. Олар шамамен жалпы 629 миллион теңге қарыздар болып отыр. Сондықтан азаматтар салығының бар жоғын тексеріп отырғаны жөн дейді мамандар. Әрі уақытылы төлеуге кеңес береді. Ол үшін үйден шықпай-ақ смартфоныңызға мобильді қосымшаны жүктеп алсаңыз болады. Салықтарды біз мемлекеттік кірістер органдарына қазіргі уақытта қалай төлеуге болады? Кез келген екінші банк деңгейдегі мобильді қосымшалар арқылы, сонымен қатар жеке тұлғаларға арналған е-салық мобильді қосымшасы арқылы салықтарды білуге, көруге және төлеуге мүмкіндік бар. Бар болғаны қосымшада электронды сервистер салық және әлеуметтік төлемдер бойынша берешек туралы қызметті таңдап, жеке сәйкестендіру нөміріңізді енгізсеңіз жеткілікті. Айгүл Рахымжанова, Алексей Михедов, ертіс ақпарат.